Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы трансферлік маусым дәл қазір қызған уақытта ауысымдар өте көп. Жалпы аса сондай бір мән беріп, қатты қадағалайтындай трансферлік ауысым болып жатқан жоқ. Сол бір Серхио Рамостың Реалдан кеткенін есептемесек, әрине оның жаңа клубы алдағы уақытта белгілі болады деген ойдамыз. Алайда бүгін жалпы сол футбол жанкүйерлерін бір дүр сілкіндірген, футбол әлемін бір дүр сілкіндірген жағдайдың бірі болды десек болатын шығар. Ешкім күткен жоқ, тіпті бұл трансфер жайында алдын ала ақпарат та тараған жоқ, ешқандай қызығушылық немесе келіссөздер туралы ешқандай да ақпарат берілген жоқ. Және бірден жаңағы орыс тілінде айтқанда как гром среди ясного дня дейді ғой, сондай төбеден мұздай су құйып жібергендей дейді ғой, жаңағы теңеу бойынша Хакан Çalhanoğlu'дың Миланнан Интерге еркін агент ретінде өтуі. Жалпы батыл футболшы екен, бірінші кезекте айтайық, кеше ғана Түркия ұлттық құрамасы Европа чемпионатынан ұшып кеткені өздеріңізге белгілі, және қай уақытта келіссөздер жүргізіп және қай уақытта келісіп үлгерді, бұл мәселе әрине бірінші орында тұратын мәселе, бұл өте үлкен тақырып. Одан бөлек Хакан Çalhanoğlu өзін сол бір Златан Ибрагимович, Андреа Пирло, Франческо Коко, тіпті Дигау мысалы кезінде Каканың інісі, одан кейінгі феномен Роналдо мысалыға, сол үлкен Луис Назарио Роналдо дейді, Жан-Пауло Паттини, Марио Балотелли, Антонио Кассано сынды, Гильермо Педро сынды жаңағы ойыншылармен бір қатарда тұрып, қос бірдей миландық ұжымда өнер көрсеткен жалпы ойыншылардың қатарына кірді. Жалпы негіз миландық дерби жайында, миландық дербидің қандай маңыздылығы жайында мен арнамда ерекше отдельно дейді ғой, орысша видео бар. Негізі одан бөлек бүгінгі трансфер жайында айта кететін болсақ, ол сөзсіз Кристиан Эриксонның Интердегі мансабының тәмамдалғаны жайында. Жалпы дәл қазір Кристиан Эриксонге мансап жайында ойлайтындай болып жатқан жоқ шығар, алайда Интердің басшылығы Кристиан Эриксонге, жалпы Кристиан Эриксонның қайтқан жағдайда да Кристиан Эриксонге жаңағыдай үміт артпайтынын тағы бір рет көрсеткендей-ақ. Әрине Хакан Çalhanoğlu мықты ойыншы, мықты құрамға бара жатыр, ол бірінші кезекте. Және Хакан Çalhanoğlu өзінің 28 жасында әлі күнге дейін бір алтын жүлде жеңіп көрмеген. Білесіздер, Гамбургта, Байерде, мысалы Миланда және Интерде әбден мүмкін әрине чемпион атануы, гегемон болуы. Алайда егер шынында Хакан Çalhanoğlu'дың ойлаған алтын жүлде болса, неменеге 2-3 жыл алдын Миланнан Ювентуске өтіп кетпеді деген сұрақ әбден көкейге тұратыны белгілі. Сондықтан бұл жерде көбірек ақшамен жаңағы келіссөздердің мәселесі көбірек болған сияқты. Алайда бұл жаңағы бір жанкүйерлерге деген құрметсіздік сияқты қос миландық ұжым тарапынан да. Әрине кезіндегі сол Златанның немесе Пирлоның ол уақыттағы футбол басқа болды, ол уақытта түсінік басқа болды әрине. Иә, Италия футболында әрқашанда осындай, мен өзіме ұнамайтын бір тұсы, Италия футболында осындай жағдайлар өте көп кездеседі. Кезінде мысалы Лусио Интерден Ювентуске тікелей трансфер жасай алады. Жалпы сондай бір жанкүйерлер тарапынан аса сондай бір қызуғандылық, жаңағы наразылық болмайды да футболшыларға. Сол бір мысалы кезінде Антонио Кассано да Интерге еркін агент ретінде өткен Миланнан. Сондай бір жанкүйерлердің жаңағыдай соған алып ұшып жаңағыдай наразылық көрсетіп жатқанын көрмейміз. Ол бірінші әрине. Және екінші кезек, егер осыдан Курван Норд Интердің жанкүйерлер құрамы Хакан Çalhanoğlu'ды қабылдай алатын болса, бұл жаңағы жанкүйерлердің құрметсіздігі деп ойлаймын бір-біріне деген. Жанкүйерлер өздерінің клубқа деген, клубтың жанкүйерлерге деген нағыз құрметсіздігі болатын сияқты бұл нәрсе. Одан кейінгі мәселе, әрине Милан бір трансферлік ауысым кезінде екі бірдей өзінің топ ойыншыларын, лидерлерін жоғалтып отыр. Ол біріншісі әрине өзіңіз білетіндей Жан-Луиджи Донарума Пари Сен-Жермен клубына ауысқан. Екіншісі әрине Хакан Çalhanoğlu. Әрине Миланның да Интерінде болашақ маусымға көздегені ол сөзсіз Италия А сериясы. Европада ешкім ештеңе қос миландық ұжымнан да талап етпейді. Алайда Миланның Чемпиондар лигасына қайта оралған есептейтін болсақ, бұндай жоғалтулар әрине қымбатқа түсіп кетуі әбден мүмкін. Жалпы миландық ұжымның тарихы өзі негізі әрқашанда сондай бір достастық, жаңағыдай ұйымшылдық дерби ғой. Ешқашанда сондай бір жаңағы Мадридтік немесе Манчестерлік дерби сияқты қызуғандылық, жаңағыдай тайталастың болып жатқанын көп көрмейміз. Сол бір 2005 жылғы Чемпиондар лигасының жартылай финалындағы жағдайдан кейін. Тіпті алайда тағы бір сұрақ, Хакан Çalhanoğlu миландық жанкүйерлердің көзіне қалай қарайды негізі? Себебі егер Мадридтік қос ұжымды алмастыратын болса футболшылар, олар арасы біраз жер және де
стадион алмастырады және тұрғылықты жерінде ауыстыруға тура келеді. Ал Миланда қос миландық ұжым бір стадионда өнер көрсетеді. Иә, сіздер біразыңыз білетін шығарсыздар. Милан футбол клубы оны Жузеппе Меатса стадионы деп атайды, ал Интер Сан-Сиро деп атайды. Әрине, Хакан Чалханоглудың трансфері осы биылғы алдағы келе жатқан маусымның ең үлкен интригаларының бірі десек болатын шығар. Егер де Хакан Чалханоглу Интердің лидерлерімен бірігіп ойнасып кететін болса, ол әрине сөзсіз мықты трансфер. Ал егер де ойнаса алмай қалатын болса, жаңағыдай бір сәтсіз трансфер болатын болса, ол әрине миландық клубтың өз лидерін уақытында, жаңағыдай өзінің керек уақытында жібергендігінің үлкен жаңағы сондай бір көз жеткізетін боламыз. Әрине бұл үлкен интригалардың бірі. Сондықтан алдағы маусымда әрине асыға күтетін боламыз. Міне достар, бүгінгі қысқаша болса да осы трансфер жайында ақпарат. Егер сіздерге видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ботиньо KZ арнасы.